Қалай, аман есен босап шықтың ба? Аман есен. Дұрыс болған екен. Сәуледен хабарың бар ма? Көріп тұрасың ба? Сен оны әлі ұмытып болғансың ба? Сен түрмеге кеткеннен ол басқа байға тиіп кеткен ол. Оңғаш, ұмытасың болады. Жеңге, шай бар ма? Шай қойып жіберіңізші. Шай? Обедте тұрып алып, сен менен шай сұрап тұрсың ба? Керек па? Бар да қойып ал өзің. Мен саған міндетті емеспін шай қоюға. Өзім-ақ қойып аламын, үйтіп міндетсінбей қоймаған. Жексұр. Қалайсың жаным? Онша емес. Не болып қалды? Ініңнен сұра. Бұдан кейін маған сөйлеші болмасын. Қатын алсында соған айтқысы келген нәрсенің барлығын, аузына келген нәрсенің бәрін айта берсін. Сау. Ей, бері кел мұнда. Сәулеге не айттың? Сен үлкендерге қалай сөйлейсің өзі? Әлде ата-анамыз бізге осындай тәрбие берді ме? Ендігәрі Сәулеге естіп бірден айтқаныңды естей, тілімді суырып аламын, түсіндің ба? Кет бар. Сен қашан үйленбекшісің? Құдай қаласа, оқуымды бітіргеннен кейін асықпай үйленемін ғой. Оқуымды бітіргеннен кейін? Сен оқуыңды бітіруіңе 3 жыл бар ғой? Сен сонда 3 жыл бойы осы үйде тұрмақшысың ба? Тар жерге тамаша болмай, үйленіп, ертерек өз күніңді өзің көріп, құрмайсың ба басқа жаққа? Артық екеніңді түсінбейсің ба сен осы үйде? Жеңге, мына үй не сенікі де емес, не ағамдікі де емес. Бұл үй менің әке-шешемдікі. Қанша тұрғым келеді, сонша тұрам. Тұрмайсың. Үйленде құры. Бүкіл дүниеңді, заттарыңды жинада, кетсей, өз күніңді өзің көруге. Масыл болмай. Сен адам болмайсың, жеңге. Сен адамсың, я? Мал. Қайдасың? Анау ініңмен келді сөйлес. Не кетпейді, не қоймайды. Келіп, бір жағына қарай шеш. Надоел уже. Надоели. Бір жақты қылам мен сені. Сен өзі сөз оласың ба, жоқ па? Не айттым мен саған? Сәулеге грубо сөйлеген қашан қоясың сен? Саған айтып отырмын мен. Кім грубо сөйлеп тұған? Сен мені құлағы керең соқыр деп ойлайсың ба?
Әлде ештеңені сезбейді деп ойлайсың ба? Енді кәрі. Сөйлеген груба сөйлегеніңді ести. Аямайым. Ескертіп беттеме. Түсіндің ба, Берік? Солай дендер. Жақсы. Өткендегі бизнес план не болып жатыр? Жоспарларың. Ол ақырында болып жатыр бақа. Жоспарлармен келісіп қойдық. Жобалар бәрі дайын. Іске асады Құдай қаласа. Керемет. Балам қалай жағдайың? Спорт не болып жатыр? Жақсы. Кеше тренерім сәлем айтқан сізге. Әкеме сәлем айтып бар деп. Жақында жарыс Тараз қаласында болады. Бізден не қолдау керек? Қаржыдан қалайсың? Жоқ, әке. Бәрі өздері қолына отыр. Керемет деген онда болса. Молодец, жарайсыңдар. Сендермен қуанамын ғой. Молодец. Жандарым сол. Сен екеуің тату-тәтті өмір сүріп жатсаңдар, бізге одан артық не бақыт керек? Әкесі? Балдарым, сендерде бәрі жақсы ма өзі? Шөді бірін-біріңе деген көз қарастарың бағанан бері байқап жүрмін. Суық қой. Дұрыс, әке, бәрі. Бәрі дұрыс, әке. Ойымдамаңыз. Тату-тәтті болыңдар. Бауырсыңдар ғой. Ұрыспаңдар ешқашан. Тату-тәтті болып жүріңдер. Әрине. Қызым, неге көңіл күйің жоқ? Нормально бәрі? Әлде Серік бірдеңке деп жүр ма? Ой, жоқ, нормально дедім ғой бәрі. Сенің көңіл күйіңнің мына отырысыма дымын алып тұрған жоқ. Айтатын ештеңе жоқ, бәрі нормально. Кете берейінші. Арам тамақ. Отырсыма телефонда. Құрылы, мен жинаймын да жүрді. Көмектесейін ба? Көмегің бір жеріңе тық қош. Оданша көшіп кет. Көмегің сол болсын.
Қалайсың жаным? Неменеңе жетісіп жүрсің сен? Енді солай болып қалды. Мына мені қорғауға шаман келмейді, а көшеде арақ ішіп, мәз болып жүрсің. Не болды? Не болды? Бауырым тағы бірдеңе деді ма? Конечно деді. Ол дейді, күніге дейді. Мен ол ештеңе демей жүрген. Бірін айтсам, бірін айтпай. Рахмет айт маған сен. Тың баласы. Қазір жаным шешеміз. Алло. Ей, қайдасың? А? Тез жет. Тез! Болды, қазір барам. Ойымдама жаным, қазір шешеміз. Ей, сен сөзді ұғасың ба, жоқ па? А? Мен саған не дедім? Сәулеге грубо сөйлеуші болма деп айттым ба? Айттым. Ал сен неге сөзді ұқпайсың? Малсың ба, ешақсың ба? Серік, мен сені танып тұрған жоқпын. Неге сен сонша подкаблощик болып кеткенсің? Не? Әңгіменің анық-қанығын білмей, маған мені кінәлай берме. Қандай подкаблощик? Бірінші қатын қандай екенін біліп ал сен. Ей, сен ағаңа қалай сөйлеп тұрсың? Мал! Жоғалшы әрі. Серік,